Ассаламағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро жаңалықтары, студияда Болат Мүрсәлім. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Қазақстанда жақын күндері ақша аусама, теңгенің орнына қандай валюта енуі мүмкін? Павлодар кереку емес Кукареку деп ұлттың намысына тиіп жүрген кімдер? Бұл қала кімнің қаласы? Шымкенттің әйелдер түрмесінен неге шу шығып жатыр? Сотталғандар қай нәрсеге наразы? Мәскеулік оқырмандар Абай шығармаларының жаңа жинағын қолдан қолға өткізбей талап әкетті. Осы және өзгеде жаңалықтар рет-ретімен. Қазақстандық теңгенің орнына үш елге ортақ валюта енгізу мәселесі соңғы уақытта жиі айтыла бастады. Ресейдің экс-президенті, қазіргі премьер Дмитрий Медведев бұл идеяны Ресей Думасында қайта көтергеннен бері қазақтың зиялы қауым арасында осы жайтқа қатысты наразылық күшейіп келеді. Қоғам қайраткерлері Ресей Беларусьпен валюта біріктіру елдің тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін қадамдардың бірі деп есептейді. Төл теңгеміз деген тіркесті ұлттық мақтанышпен айтатын халық та ортақ ақшаның енуін құптап отырған жоқ. Жел қайдан соқты, шөптің басы неден қимылдады? Жанар Жолтаев анықтап көрген еді. Ұлттық валюта шынайы тәуелсіздігіміздің бір нышаны. Егер біз одан бас тартсақ, дербес монетарлық, фискалдық саясаттан жерідік деген сөз дейді экономист Мұхтар Тайжан. Олай болған жағдайда бірегей эмиссиялық орталық құруға мәжбүр боламыз. Яғни инфляцияны ауыздықтайтын тетіктер азаймақ. Ресейге деген тәуелсіздігіміз артып, жалауымыз жығылмақ дейді ол. Ресей бізден 14 есеп үлкен. Демография жағынан 10 рет үлкен. Экономика жағынан 14 есеп үлкен бізден. Сондықтан ешқандай демократиялық одағы Ресеймен құруға мүмкіндігі жоқ. Ал кезінде ұлттық банк төрағасының орынбасары болған Бейсенбек Зиябеков 90-шы жылдары экономикамыз тоқырауға ұшырап, жұмысшыларға жалақы төлеуге тиын таппай отырған кезде Ресейдің бізге деген бүйрегі бұрмады. Арадағы қарым-қатынасты балташа шауып қиналғанымызға пысқырмай, бізді рубль шеңберінен итеріп тастады деп отыр. Халықтың әлеуметтік жағдайы құлазыған уақытта қарайласпады, көршілік шапағатын жаудырмады. Енді неге олардың ығына жығылып қалауына көнуіміз керек деп налиды экономист. Біздің орталық банкіден дербес орталық банка ақша экономикалық саясатымызды соларға жүктеуіміз қажет. Біз соған дайынбыз ба? Менің ойымша біз әлі дайын емеспіз. Біз оларға тәуелді болып қалмаймыз ба? Бұл үлкен сұрақ. Сондықтан мен ойлаймын, бұны осындай мәселені қабылдау үшін бірінші негізде қойылатын дүние біздің мемлекетіміздің егемендігі. Еліміздің банктерінде сақтаулы жеке депозиттердің 90%-ы халықтың 1%-ына, яғни санаулы топ өкілдеріне ғана тиесілі екен. Бұл тұрғындарымыздың сақтауға қоятын артық ақшалары жоқ екендігін көрсетіп отыр, дейді Мұхтар Тайжан. Экономисттің пікірінше қараша халық айлықтан айлыққа дейін өмір сүреді. Табыс тапса қарыздарын таратып әлекке түседі. Сондықтан ақша жию мұқым елдің арманында жоқ деп отыр. Біздің халқымыздың 40%-ы айлығы 56 мыңның теңгенің кем. Халқымызда қалтасында ақшасы жоқ, кедейміз. Бір қызығы еліміздегі теңгенің курсы бос емес дейді Тайжан. Оның айтуынша былтырғы жылы мұнайдың құны шарықтаған тұста төл теңгеміз қымбаттауы тиіс еді. Алайда ұлттық банк алғашқы жарты жылдың өзінде 7 миллиард долларға интервенция жасап, теңгенің нығаймау үшін бар мүмкіндігін жұмсады. Яғни орталық банк экспортерлардың мүддесіне қызмет етіп отыр дейді ол. Әйтсе де экономистер Ресей билігі қандай бағыт ұстанса да, теңгенің жақын уақытта ауыспайтындығына сенімді. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Информ бюро 31-ші арна, Алматыдан. Ал Путинге қарсы орыс оппозициясының символына айналған Абайдың өлеңдер жинағын мәскеуліктер түк қалдырмай талап әкеткен. Таралымы 3000 данамен шыққан жинақтың бағасы 250 рубль, яғни біздің ақшамен 1300 теңге шамасында. Ал 130 беттік кітапты шығарған баспа оны қайтара басуды жоспарлап отыр. Мәскеудегі Абай ескерткішіне жиналып ақын өлеңдерін жатқа оқыған ресейлік оппозиция ондағы әділеттілік қағидаларына қайран қалған болатын. Биліктегі атақ құмарлық пен шен құмарлықты қатты сынға алған Абай туралы ойлар Ресей билігінен гөрі Абай әлде қайда демократ деген ой түйген. Алайда Окупай Абай атты оппозициялық шеру күннен күнге қарқын алғандықтан Ресей билігі оны таратып бірнеше белсендіні қамауға алған. Дегенмен Абай сөздеріндегі әділдік қағидасы орыс халқының жүрегінде әлі сақталып отыр.
Ал абай жаққан бір сәуле өшпеу үшін деп қызмет ететін журналистердің Астанадағы жаңа орталығы апатты жағдайда тұр. Барлық мемлекеттік телеарналар мен газет журналдар енді ғана орналаса бастаған 22 қабатты әйнек ғимарат алғашқы жауынға төтеп бере алмаған. Терезесі мен төбелерінен жауын суы сорғалап, 220 миллион долларға алынған техника жарамсыз қалудың азақ алдында тұр. Бұл туралы ақпаратты ғаламторға шығарған блогерлер оның атауын Қазмедиа емес, аквариум деп өзгертуді ұсынады. Су сорғалаған Қазмедианың кадрын ғаламторға шығарғандар ол туралы ащы пікірталас жүргізіп жатыр. Оның құрылысын бір жыл ішінде Қазақстан темір жолы компаниясы жүргізген екен. Ғимараттың ашылу салтанатында ел билігіндегілер мұндай орталық ТМД-ның көптеген мемлекеттерінде кездеспейтін теңдессіз сарай екендігін айтқан болатын. Сол сөз расқа шықты. Ешбір елдің медиа орталығының төбесінен дәл мұндай су сорғалаған емес. Ал Павлодарда жасырын түрде шыққан Павлодар кереку емес деген кітап қала атауына байланысты дауды тағы да ушықтырып жіберді. Ғаламтор беттері мен қайсы бір газеттерде керекуді кукареку деп қазақтың сөзін мазаққа айналдырғандар да көбейіп кеткен болатын. Славян орталығы небәрі 200 данамен шығарған кітапты қалалық газеттердің бірі бүкіл халықтың ұстанымы сияқты насихаттай бастаған. Алайда қазақ зиялылары бұл қаланың атын қазақшалап өзгертетін уақыт жетті деп отыр. Бұған қоса олар ұлттық мемлекеттің тұтастығына нұқсан келтіргісі келетіндердің ісін қатаң жазалауды талап етеді. Даудың жандануына жақында «Городская неделя» газетіне шыққан Павлодар кереку емес атты жинақтың тұсаукесері. Юрий Ковхаев деген тілші керекуліктер павлодарлықтарға қарсы деп екі беттік мақала жариялап, өздерінің жергілікті тұрғындар деп қазақтарды емес, орыстарды санайтын халықтың атынан ашық жазған, қолдаушыларын көбейту мақсатында. Если какое-нибудь другое название, вы согласитесь или только Павлодар? Наверное, только Павлодар, потому что я здесь живу всю жизнь. Уже, получается, сколько, 26 лет. Алайда қазақ зиялылары Славян орталығының бұл қадамын қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздігіне ашықтан ашық қарсылығы деп бағалады. Бас ұлттарды тым талтаңдатып алдық. Сыйлағанда жөні бар. Кейбір кездерде оны тізгін тарту керек. Әйтпесе біздің тәуелсіздігімізге нұқсан жетеді. Тәуелсіздік алғалы туған бала 20 жасқа келіп үйленіп қойды өзі. Оған шейін біз тіліміз әлі тәуелсіздік ала алмай жүр. Егер де славян бірлестіктерін қарсы шығатын болса, олар Ресейде өмір сүрмейтін ойлауға жетті. Мынау біздің туған жеріміз, біздің жеріміз деп айтса, айтуға құқы бар шығар. Өйткені олардың қазақтың жерінде отыр, қазақ ұлты деп біз диаспора өкілі болса да солай қараймыз да. Демек, қазақ билігі болмаса қазақ зиялылары, қазақ қоғамы қандай шешім қабылдаса, соған мойын ұсыну қажет еді. Қазақ зиялылары патшалық заманнан келе жатқан ескі атауларды құртатын уақыт жетті. Сондықтан өскелең ұрпақты өз елінің қожасы ету үшін орысша атауларды тездетіп өзгерту керек деп есептейді. Бұл Павлодар емес, біздің әлі қаншама жерлер бар, өзінің бұрынғы тарихи атауын аламай отқан. Сонда біз кімге қарап отырмыз? Кімге жалтақтауымыз, кімнен біз шешім күтуіміз керек сонда оның бәрін ауыстыру үшін? Айтатындар айта берсін. Оны мемлекет бірақ қаулымен өзгерте салуға шамасы да құдіретті жетеді қазір. Павлодардың жаңа атауына ұсыныстар да көбейіпті. Бірі Қонаевтың есімін жөн санаса, бірі Нұркент, Нұрарқа деп атау туралы бастама көтеріп жүр. Басым көпшілігі төл атауы керекуді қолдады. Мақсат Толықбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 арна. Шымкент қаласындағы әйелдер түрмесіндегі сән байқауы дау байқауына ұласты. Ондағы сотталушы азаматтар өздерінің арыз шағымдарының жоғары жаққа жетпей жоғалатынына наразы. Айтуларынша, бұл жерде барлық мәселе ақшамен шешіледі. Бірақ арызданушының сөзін ондағы қызметкерлер толық айтқызып үлгермеді. Алайда бұған қатысты түсініктеме берген түрме басшылығы бұндағылардың барлығының жүйкесі сыр берген дейді. 2 жыл бұрын темір тордың ар жағында ашылған тігіншілер мектебінің түлектері өнері көрсетуде. Түрме басшылары колонияда жазасын өтеп жатқан әйелдердің тігінге құмарлығын тәнті етпек болып, жабық мекемеге тілшілерді арнайы шақырған еді. Басшылық бұл жерде төтенше жағдай ешқашан болмағанын айтып мақтанды. Ал мұндағы нәзік жандылар арасында жиі болатын текетірестермен қызметкерлер жеке күреседі дейді. Заң бұзушылықтарға бізде жол берілмейді. Біз қазір құқықтық мемлекетпіз. Егер де ондай жағдай болған кезде міндетті түрде жаңа бізді бақылайтын прокуратура бар, арнайы прокуратура бар. Ол қызметкерлері ұрып соғу деген біздің мекемелерде ондай деректерге біз жол бермейміз.
Көтеріңкі көңіл күйді ішіндегі мұңын айтып, шер тарқатпақ болған сотталушы бұзды. Ол наразы нәзік жандылардың көп екенін, олардың арыз шағымдары жоғарғы жаққа жетпей жатқанын айтып бастаған еді. Бәр ақша. Зонан жағдай өте нашар. Нашар енді, оны бетіп жіліктеп айту. Тезірек болғанда санчас жағы, спешчас жақтан бір арыздарымыз шықпайды біздің. Жоғар жаққа жазатын арыздарымыз сотқа арыз жазса қанағаттандырусыз, еш толық жауап алмаймыз. Әрі қарай оны сүйреп әкетті. Жан айқайын жеткізбек болған сотталушыға еш мұрша бермеді. Маған 2 нарушение берді. Өздері чез. Түрме бастығы мұнда отырғандардың бәрінің назы бір, бәрі кінәсіз, жүйкесі тозған, бәрі бостандықты аңсайды дейді. Успокойся емес, көріп атсындар ма интервью? Бірақ бұл туралы басшылық ашық айтудан бас тартты. Материал дайындалып жатқанда түзету мекемесінің қызметкерлері сюжеттің шықпауына талай талпыныс жасады. Кейін баспасөз хатшылары соттасуға дейін баратындарын ескертті. Жания Өсерқұл, Мирас Сүлеймен, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Шымкент. Ал Өскеменнің жолаушылары күннің ыстығында одан сайын жүйкен жұқартатын ауастар, жайлылығы жоқ вагондармен жол жүруден шаршадық деп отыр. Амалсыздан аталмыш пойыздарға отыратын олар жолаушылардың жайлылығын алдыңғы орынға қоюға тиіс тасымалдаушы компанияларды сынға алды. Бұл Өскеменнен Астанаға жол тартқалы отырған пойыз. Мына қапырық вагондарда желдеткішсіз отырған жолаушылар Астанаға жеткенше шаршап барамыз деп отыр. Әсіресе қариялар мен балаларға қиын дейді олар. Жолаушыларды тасымалдау ережесінде вагондардағы температура 25 градустан аспау керек деп көрсеткен. Алайда шындығы 37 градусты көрсетіп тұр дейді жолға шыққандар. Оған қоса лас әжетхана, сапасыз су мен билетсіз жол жүретіндер тағы бар. Арнайы тексеруші мамандар осындай олқылықтарды анықтаса да, тасымалдаушы компания қатесін түземестен пойыздарды қайта жолға жібереді дейді. Себебі елімізде сол бағытта қатынайтын вагондар саны аз. Біз Қостанайдан Астанаға Санкт-Петербург пойызымен жеткенбіз. Міне онда барлық жағдай жасалған. Ал біздікілерде не желдеткіш жоқ, адамдардың қысымы көтеріліп жатады. Амал жоқтан жол жүреміз. Осыны дереу дұрыстаса екен. Қазаққа қасірет әкелген 40 жылғы қырғынның қалдығы әлі әсерін жоймапты. Адам қолымен жасалған полигон апатының зардабынан әлі күнге арыла алмаған семейліктердің ахуалын көрген америкалық студенттер жағаларын ұстады. Фильм түсіруге келген топ адам ағзасына аса зиян, жанында 1 минутта тұруға болмайтын қауіпті қалдықтардың қасында өркениеттен мүлдем ада ахуалда өмір сүріп жатқан жұрттың төзіміне таң қалды. Базар жоқ. Мен қазақпын. Ауыл үйдің баласынан 2 ауыз қазақ сөзін үйреніп алғанымен, америкалық студенттер дәл осы жерде дүниеге келмегеніне тәуба жасады. Адам қолымен жасалған алапат апаттың араға 23 жыл салса да әлі күнге қаупі сейілмегенін көрген өрендер өңірде өткізген 4 күннен өте үлкен сабақ алды. Невада жерінде жасалған сынақ аумағы қоршалған және полигон болған жерге кіру мүлде мүмкін емес. Ал мұнда бәрі басқаша. Радиация қаупі жоғары, жердің бәрі ашық, шашық, тіпті мал бағып жүр. Біздің топты ешкім тоқтатпады. Мына жерде радиация көлемін екшейтін қондырғы қауіпті сәуленің қалыпты нормадан шамадан тыс көп екенін анықтады. Тіпті бұл маңайда 1 минутта тұруға болмайтын көлемді көрсетті. Яғни өз қалпынан мыңдаған есе көп қауіп бар деген сөз. Бұл маңайда қауіпті құбырлар қалдығы да ашық-шашық жатыр. Бұл сорақылықты айтуға сөздері таусылған. Студенттерді көміс халықтың төзімі таңғалдырды. Аса қауіпті сағын сындырмаған елдің 17 күннен бері ешқайда шағымданбай-ақ жарықсыз қараңғылықта отырғанына ауыздарын ашып қайтты. Америкалықтар таңғалмаған тағы да өзіміздікілер көмбіс елден батыр кейіпкер жасақсы келетін. Олар тағдырдың бастарына салғанына көнген, ондағы тұрғындар ер екен. Қауіпті жерде қалғанымен қоймай күресіп жатыр. Ал біз қазіргі заман адамдары болса, табиғатқа тұтыну көзі ретінде қарап, байлықты, барлықты бағаламаймыз. Семейлік сынақ алаңы туралы қарағандылық студенттерді фильм түсіріп жүр. Өйткені бұл экологиялық қазақстандық, америкалық ортақ жоба көрінеді. Сәл кейінде сынақ алаңындағы сорақылықты сомдар фильмді әлем елдері тамашалайтын болады. Және полигон алаңындағы әсерімен өзіміздің елдің 4 студенті де ақш пен Невадаға барып, американдық журналистермен бөліспек жақында. Ирина Савичанза, Людмила Батюшкина, Информбюро, 31 арна, Қарағандыдан. Жаңалықтарымыздың екінші жартысында көретіндеріңіз.
Шымкенттік газеттерге шетелдіктердің қызығушылығы артып келеді. Олар тіпті Шымкентке мақала да жіберіп тұрады. Еуропа чемпионатының алғашқы финалшысы анықталды. Бүгін тағы аса тартысты кездесу. Бұдан өзге де жаңалықтар аздаған жарнамадан соң. Бүгін Маңғыстау облысында индустрияландыру күні. Осы аталмыш датаға орай облыс әкімі Бауыржан Мұхамеджанов мемлекеттік бағдарламаға кірген бірнеше нысанның жұмысын өз көзімен көріп қайтты. Бұл темір-бетон өнімдерін өндіретін Евроқұрылысы зауыты. Өнеркәсіпте орнатылған Германия құрылғыларының арқасында мұнда кез келген бұрышты тақтаны кесуде қиындық болмайды дейді зауыт басшылығы. Біз плита енгіземіз метрден және 18 метрге дейін ұзындығы. Біздің ең жаңағы алға қояр мақсатымыз қоятын және де тағы да осы екінші контрактпен германский мекемемен тағы да енгізіп отырмыз. Стеновые панели деп айтылады. Новое оборудование алып отырмыз. Жеңілдік беретін несиені тарату кезінде индустрияландыру бағдарламасына қышқыл сүт өнімдерін шығаратын зауытта кірген. Мұнда түйе өсіріп шұбатты жеткізудің амалда жоспарланып отыр. Сондай-ақ өңір басшысы азық-түлік өнеркәсіп көрмесіне де ат басын бұрды. Өндірушілер шұжық, айран сияқты өздерінің дайын өнімдерін басшылық назарына ұсынды. Қажетті азық-түліктердің барлығы өз жерімізде өндіріледі. Тауар өндірушілеріміздің мүмкіндіктері өте жоғары. Сондықтан бұл көрме өнімдер шығаруға деген ынтаны арттыратыны сөзсіз. 2011-2013 жылдарға арналған индустрияландыру бағдарламасына 2 триллион теңге бөлінген. Оны жүзеге асырудың негізінде 200 мың жаңа жұмыс орнын ашу көзделген. Лимара Салих, Ирина Гончарова, Саламат Бекбаев, Информбюро, Маңғыстау облысы. Ал шетелдіктердің Шымкенттегі жергілікті газеттерге деген қызығушылығы артып келеді. Кезінде оңтүстік өңірде туып өсіп, кейін шетел асып кеткендер газет редакцияларына жиі хабарласып, бұл басылымдарға мақалада жазып тұрады екен. 20 жылдық тарихы бар Шымкент келбеті және Панорама Шымкенті газеттері Болгария елінің азаматы Йордан Кириллов деген азаматтың коллекциясын толтырған. 154 елден 60 мыңнан астам басылымдардың жинағына бүкіл Қазақстан бойынша 10 газет қана алыныпты. Ресей, Германия елдерінен кіндік қаны тамған, туған жерін аңсаған азаматтардың жүрек жарды тілектері мен мақалалары осы газеттерде ашылған арнайы айдарда жарық көреді. Сондай-ақ олар оқырмандардың ізденісі де таң қалдырады дейді газет басшылығы. Жақында ғана Франция елінде тұратын Лениннің туған ұлын тапқан оқырманның мақаласы да осы газеттерде жарық көрген. Шетелге көшіп кеткен бірқатар азаматтар хабарласып, хат жазып, Шымкент туралы сағынышын баса алмай жүрген азаматтар көрген. Біз өзімізде ойлаған жоқпыз, соларға арнап Панорама Шымкенті және Шымкент келбетінің бетінен менің қалам, менің тарихым атты рубрика аштық. Ал бүгінгі журналистер күні Атырау өңірінде ерекше аталып өтті. Айта кету керек, Атырау тілшілер қауымын баспанамен қамтамасыз етіп отырған еліміздегі жалғыз аймақ. Ал Қазақстан журналистері әлеуметтік қорғалмаған топқа кіреді, өйткені заң қабылдаушылар халықтың көзі һәм тілі болып жүрген тілшілерді ешбір жеңілдікке енгізбеген. Атыраудағы ахуал туралы тілші әңгімесі. Представители средств массовой информации чествуют профессиональный праздник. Қаламдар қарымды тілшілер қауымы кәсіби мерекелерінде де тыным таппай қызмет етеді. Мәселен, облыстық телеарнаның жаңалықтар жүргізушісі Әсел Тұяқбаева мұнайлы өңір жұртына жүзімен жақсы таныс. Өйткені күн сайын көрермендермен қауышатын жас журналист тыңдармандарын маңызды әрі қызықты ақпараттармен таңғалдыруға тырысады. Мүмкін бұл күлкілі де шығар, бірақ мен үшін мәтін шығатын құрылғы іске қосылмай қалғанда өте қиын. Сол кезде ойдан айтып, жағдайдан шеберлікпен шығуын қажет. Жас журналист жарты жыл бұрын мемлекеттік бағдарламаның арқасында баспаналда болған. Бұл жеңілдікке өзге өңірлерден келген басқа да 10 шақты тілшілер іліккен еді. Атырау еліміздегі журналистерді мемлекеттік қызметкерлермен қатар қойып, баспанамен қамтамасыз еткен жалғыз аймақ. Рахмет, бәріңізге айтамын. Мерекелер құтты болсын. Шығармашылық табыс тілеймін. Журналистер оқиғаның ортасында болатын жалғыз күн жыл 12 айда бір мәрте келетін тілшілердің кәсіби мерекесі. Дәл осы күні ғана олар құттықтаулар естіп өздері сұхбат береді. Осы уақытқа дейін Атырауда баспанаға зәру болған бұқаралық ақпарат құралдарының 40 қызметкерінің үй мәселесі шешілген. Лимара Салих, Гүлбадан Нұзбенова, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Атырау.
Түрік әуе жолдары компаниясы бүгінде жарты әлемге қызмет көрсетеді. Жылдық табысы 7 миллиард доллардан асатын компания алдағы уақытта табысын еселеуді көздейді. Әлемдік нарықта көшбасшылар қатарында саналатын компанияның мұндай деңгейге көтерілуіне сонау 1933 жылы басталған тынымсыз еңбегі жеткізген. Кәсіпорын қазірге дейін 33 миллион жолаушы тасымалдаған. Ал Стамбулдағы Ататүрік әуежайына әр 3 минут сайын компанияның бір ұшағы қонып, біреуі көтеріледі екен. Ұшақтар санын 200-ге жеткізуді көздеп отырған мекеме әуе кемелерінде қазақша ақпарат беруді де жоспарлауда. Қазақстанның Азия мен Европа аралығында орналасуы үлкен мүмкіншіліктерге жол ашады. Азия мен Европа арасындағы нарықтан 39 миллиард доллар табыс табуға болады. Әуедегі қызметтің ең жақсы дәстүрлерін көрсететін ұлттық тасымалдаушы батыстық модульде жұмыс жасайды. Басқару тәжірибесі де үлкен. Олардың корпоративтік оқу бағдарламасы ұшқыштарды және борт серіктерді арнайы даярлықтан өткізеді. Жоғарғы білімді ағылшынша судай сөйлейтін Түркия ұл-қыздары осы компанияға жұмысқа тұруды армандайды. Алайда бұл бәрінің басына қона бермейтін бақ құсы дейді стюардесса Зехре Чайлы. Түркия әуе жолдары сияқты үлкен ордада қызмет ету мен үшін үлкен бақыт. Ұшқан әр мемлекетте Түркияны таныстыру, оның игілігіне қызмет ету үлкен мәртебе деп білем. Түркияның ұлттық мақтанышы саналатын компанияның лайнер бортындағы нағыз шеф-ашшылар дайындайтын тағамдарды ерекше атап өтпеске болмайды. 10 мың биіктікте ұшса да бортында нағыз асханасы бар ұшақтар соңғы технологиямен жарақтандырылған. Сонымен қатар шеф-аспаздар тек сүйікті жұмысын жасамай төрткүл дүниені шарлауда. Ыстық орамалмен қолыңызды сүрткен соң тек сіз үшін әзірленетін сорпа, шиш кебаб, манты, тіл үйретін түрлі десерттерді ұсынамыз. Бүгінде біздің қатарымыз 200-ге жетіп отыр. Аспан аспаздары аспандағы мүмкіншіліктің шектеулігіне қарамастан кез келген асқа бар өнер салып, жолаушылардың ризашылығына бөленуге жанымызды береміз. Заманауи боингтерге отырып шетелдерге жиі самғайтын кәсіпкерлер түрік әуе жолдарының билеттерін қуана сатып алады. Оған әуе компанияның бағдар желісінің 200-ден астам халықаралық бағыттардың болуы, билет құнының тиімділігі мен сервис деңгейінің жоғарғы болуы сеп. Мен ақшқа, оның ішінде Лос-Анджелеске жиі баратындықтан 13 сағаттық ұзақ сапарға тек осы компаниямен ұшамын. Оған себебін ұшақтың жайлы орындары денемді күйзеліске ұшыратпай балбыратып жеткізеді. Биыл мамырда Түркия әуе жолдары әуе компаниясының әуе лайнері осыдан 20 жыл бұрын Алматыға алғаш рет қонған екен. Сол себепті олар интерконтиненталь қонақ үйінде мерейтойын атап өтті. Түркия ұлттық әуе тасымалдаушысының Қазақстанда дамуына баға жетпес үлес қосқандар үшін алғысын білдірді. Жания Өсерқұл, Данияр Жүсіпов, Қайрат Әкімбаев, Информбюро. Еуропа чемпионатында ақтық сынға жолдама алған алғашқы команда анықталды. Испания құрамасы өткен түні Донецкіде Португалияны матч соңындағы пенальти бойынша ұтып, қатарынан екінші рет Еуро чемпионаттың финалына шығып отыр. Енді олардың қарсыласы бүгін анықталады. Германия мен Италия құрамалары Варшавадағы ұлттық стадионда жолықпақ. Португалия 2004 жылғы Еуропа чемпионатының финалысы, ал испандар 2008-де жеңіске жеткен. Бұл құрамалар арасындағы ендігі бәсекеде кім жеңеді деген сұрақ туындағанда ешкім дөп басып айта алмас еді. Алдын ала қағаз жүзінде фаворит болып Испания саналды, бірақ қарсылас оңай шағылар жаңғақ емес еді. Бәсеке басталғанда қос тараптың табынушылары да толқынысты сезімді бастан өткерді. Өйткені бап шабам әлде бақ шабама деген сұрақ әрқайсысының миына маза бермеген еді. Кездесу басталған сәтте испандар бірден өз ойын стильдерін ұсынбақшы болды, алайда португалиялық ойыншылар қарсыласты доппен еркінсітіп қоймады. Паулу Бенту командасының нәтижесінде кәдімгідей пайдаға кенелді. Олар допқа иелік етуде қарсыластан кем түскен жоқ. Ары қарай ойын алма-кезек шабуылдармен өрбіді. Бірде Роналду бастаған топ шабуылдаса, артынша Дель Боске жігіттері де жауап беріп жатты. Нәтижесінде жанкүйерлер шыңның жүзіндей өткір ойын тамашалады, бірақ гол көрмеді. Төреш қосқан 2 экстра таймда нәтижесін бермеді. Осыдан кейін қос тарап пенальтиге жүгінді. Бұл футбол лотереясында испандардың асық алшысынан түсті. Бруно Алвеш мүлт кеткен соң Цеск Фабригас қателеспей командасын финалға алып шықты. Матч соңында португалиялық жанкүйерлердің түріне қарау аянышты еді. Олардың сүйіктілері әлем және Еуропа чемпиондарымен терезесі тең ойын көрсетсе де, футбол құдайы олардан теріс айналды. Сәттілік жолдас болғанда Роналдо бастаған топта ақтық сынға тұрарлық еді. Енді олар қола медальмен үйлеріне қайтады, ал кубок басқаларға бұйырмақ.
Бүгін тағы бір классика жанкүйерлерді күтіп тұр. Италия-Германия матчы әр кезде де зор қызығушылық тудыратын ойын. Бұл жолда солай болмақ. Йоахим Лёв қаласындағы Бундесманшафт жеңіске жақын тұр дейді көпшілік. Өйткені турнир барысындағы олардың сенімді жеңістері осындай ойға жетелейді. Әйтсе де бұған дейінгі футбол форумдарын ұмытпайық. 1996 жылдан бері олар әрбір жарыста шешуші кезеңдерге жетіп жүр. Бірақ сын сағатында немістердің сағы жиі сынғандығын жақсы білеміз. Сондықтан оларды сөзсіз жеңімпаз деп айтуға келе қоймас. Италия құрамасының да әзірге ұпайы түгел. Көпшіліктің оларда аутсайдер санауының өзі Сквадра Адзураға айтарлықтай пайда келуі ғажап емес. Ең бастысы Пранделли командасы қорғанысты ойындарына берік. Бұл тактика оларды финалға алып шығып жатса таңғалудың жөні жоқ. Қос қарсыластың да сақы ойыншылары қатарда. Демек футбол классикасынан құр қалмаңыздар. Ержан Кошкынбаев, Информбюро. Бүгінгі осы алда Информбюроның орыс тіліндегі жаңалықтары. Ақпараттардың жазбаша нұсқасы 3W31 KZ сайтында. Аман сау болыңыздар.